Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі сабағы 122 сабақ. Бүгінгі сабақ координалы мен каналыма тіркеліп қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы дыбыс және әріп. 13-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Ынтымақ күні. Жалауымда нұрлы күн, нұрын шашып тұр бүгін. Паш етеді ол халқымның ынтымағын бірлігін. Ортақ дәстүр ғұрыпбай, ынтымағын суытпай, шаңырағын көтерген 100 түрлі ұлт, 100 уықтай. Шыңға тартса салып жол, қиналмайды талып бел, 100 иыққа сүйенген Қазақстан алып ел дейді. Өлең мазмұны қай мерекеге сәйкес келеді? Өлең мазмұны бұл бірлік күні, ынтымақ күні мерекесіне сәйкес келеді екен. Қалай ойлайсыңдар, өлең неліктен ынтымақ күні деп аталады? Ынтымақ күні деп аталу себебі біздің Қазақстанда ынтымақ күні, бірлік күні деген, халықтар достығы деген мереке бар, осыны атап өтеміз. Кестені пайдаланып өлең мазмұнын топпен талқыла дейді. Топпен талқылайсыздар өлең мазмұнын. 3 топқа бөлініп, сыныпта 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топ. 1-ші топ халықтың ынтымағын паш етеді. 2-ші топ 100 түрлі ұлт, 100 уықтай. 3-ші топ Қазақстан алып ел деген сөздердің мағынасын бір-біріңізге айтып түсіндіресіздер. Өлеңдегі ынтымақ, бірлік паш етеді, ғұрып сөздердің мағынасын түсіндірме сөзден қара дейді. Бұл жерде бірлік, ынтымақ деген бір жағадан шығару, бірігу деген мағынаны білдіреді. Ынтымақ, бірлік деген сөз, паш етеді деген жария ету, және ғұрып дегеніміз бұл әдет ғұрыптарымыз, салт дәстүрлерімізді, барлығын әдет ғұрыптарымызды, қазақтың әдет ғұрыптарын айтады. Қарамен жазылған сөздердің түбірін тап дейді. Түбір сөзінің жазылуындағы өзгерістің себебін түсіндіреді. Қарамен жазылған сөздер бұлар халқымның ынтымағын бірлігін деген сөздер. Мысалы, бұл жерде халқым деген сөзде халық деген түбір сөз, ымның деген бұл жалғау болады. Ынтымақ дегенде ынтымаға деген сөз түбір сөз болады. Бірлік дегенде бірлік деген түбір сөз болады. Осылай түбір сөзбен қосымшаны ажыратып қоямыз. Келесі жаттығуымыз 14-ші жаттығу мәтінді көркем жаз дейді. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл күнді халық ерекше қуанышпен тойлайды. Біз өте тату тұрамыз. Соңғы сөйлемдегі сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Яғни біз өте тату тұрамыз деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Біріншісі Б әрпі дауыссыз ұяң, А әрпі дауысты жіңішке, З әрпі дауыссыз ұяң. Келесі өте деген сөзде Ö дауысты жіңішке, Т дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке. Тату деген сөзде Т дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Т дауыссыз қатаң және У дауысты жуан деген әріп. Соңғы сөзіміз бұл тұрамыз деген сөзде Т дауыссыз қатаң, Ö дауысты жуан, Р дауыссыз үнді, А дауысты жуан, М дауыссыз үнді, А дауысты жуан және З дауыссыз ұяң болып саналады. Осылай біз дыбыстық әріптік талдау жасадық. Дыбыстық талдау жасадық әрбір әріпке, осы сөздерге. Сіздерді осылай жазып қойсаңыздар болады. Біз өте тату тұрамыз деген сөзді дыбыстық талдап жазып қоямыз балалар. Сонымен енді 15-ші жаттығуымызды мақалдардың жалғасын тауып жаз дейді. 1-ші мақалымыз ырыс алды, ынтымақ. Ырыс алды, ынтымақ деген сөзіміз. Мысалы, ынтымақта, бірлікте әрекет жасасақ бірдеңкеге, ол ырысты болады деген сөз. Ырысымыз, берекеміз көбейеді деген сөз. Ал екіншісі бірлік болмай, тірлік болмайды дейді. Мақалдардың мағынасын түсіндіреміз. Мысалы, бірлік болмай, тірлік болмайды деген сөз. Бірігіп бір жағадан жеңнен шығармасаң басты, ол сенің істеген жұмысың берекесі болмайды. Бірлік сөзіндегі дауыссыз дыбыс түрлерін ажырат дейді. Бірлік сөзінде дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратамыз. Б дауыссыз дыбыс, Р дауыссыз дыбыс, Л дауыссыз дыбыс және К дауыссыз дыбыс болып саналады. Тек бұл жерде әрпі ғана дауысты
жіңішке әріп болып саналады екен. Осылай жазып қоясыздар балалар көшіріп. Келесі 16-шы жаттығуымыз суреттегі торкөзге Ф әрпі бар сөздерді тауып жазамыз. Мысалы, бірінші сөз сарафан. Оқушылар киетін, қыздардың киетін әдемі киімі. Сарафан. Ф әрпі қатысты. Енді екінші сөзде футбол. Мына жерде футбол деп жазамыз. Былай қарай жазамыз. Футбол деп жазамыз осылай сызып қойсаңыздар да болады, кесте түрінде жазсаңыздар да болады, мынандай мен сияқты жазып қойсаңыздар да болады. Келесі үшінші сөзіміз бұл фабрика, фадан келетін. Былай қарай жазамыз оны. Фабрика. Өйткені міне соңғы әріпке тура келу керек та, әріпіне. Фабрика, фабрика. Осылай жазамыз. Енді осыған сөйлем құраймыз, сол сөздер қатысып сөйлем құраймыз. Біріншісі, анам бүгін маған сарафан сатып әкелді. Айнұрдың анасы футболға қатысады. Атамның фабрикасы қалды орналасқан. Деп осылай үш сөйлемді құрастырып жазсаңыздар болады екен үш сөзге. Келесі 17-ші жаттығу сөздерді тап. Бұл жерде сөздерді тап дейді. Мысалы, мынандай берілген. Бірінші, оларды сөз жұмбақ құрастырып көрді оладан дейді. Мысалы, сөзді құрайтын тілдік бірлік не ол? Бұл дыбыс. Екіншісі, дыбыстың таңбасы, бұл әріп болып саналады. Үшіншісі, қазақ әліпбиіндегі әріп саны. 42 әріп саны бар, Төртіншісі, кедергісіз шығатын дыбыс түрі, бұл дауыссыз дыбыс болып саналады екен. Осылай жазып қоясыздар. Енді сөз жұмбақ құрастырып көр дейді. Олардан сөз жұмбақ құрастыру керек екен. Мына жерге қандай сөз жұмбақ құрастырсақ болады екен, Тілдің арасынан шығатын, тіл арасында шығатын не десек болады? Тіл арасында шығатын таңбалар. Таңба десек, бұл жауабы әріп болады. Осылай жазсаңыздар болады екен. Енді кез келген өздеріңіз қалаған жұмбақта жаза бересіздер. Ұнаған. Осылай жазып қоямыз. Мына жерге жұмбақ. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау шертілмесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтар кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.